Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 98-ші сабақтың тақырыбы наурыз келді деп аталады. Балалар, бүгінгі сабақта сен ақынға еліктеп көркем сөйлей аласың. Бірінші тапсырма сурет бойынша ой бөліс. Балалар, суретте наурыз көженің суреті бейнеленген. Осы наурыз көже туралы білетінімізбен ой бөлісейік. Наурыз көже бұл қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі. Наурыз көжені наурыз келіп, күн мен түн теңелгенде наурыз келді, құт келді деп 7 түрлі дәм қосып дайындайтын болған. Қазақ халқымыз бұрыннан ырымшыл халық. Наурыз көжеге 7 дәм қосып дайындау себебі біріншіден 7 киелі сан. Ақ қосу ақ мол болсын, 4 түлігіміз ақты болсын деген себеппен қосылады екен. Ал дәнді дақыл қосу бұл дәніміз өскін көп болсын, егініміз ырысты болсын деген себеппен қосылады екен. Наурыз көжеге сүрет, арпа, күріш, тары, айран, құрт, су қосып дайындайды. Екінші тапсырма өлеңді түсініп мәнерлеп оқы. Наурыз келді. Наурыз келді. Қара жер семіріп, бөгіп жатыр. 4 түлік малым даламның көлдей етегін толтырып, төлдерін төгіп жатыр. Өрісім у-шу болып, көңілімді қозғап тұр. Қошақандарым сыбызғыдай ән салып, құлыншақтарым күміс қоңыраудай жар салып, ботақандарым иер мойынды қобыздай боздап тұр. Өлеңнің авторы Темірхан Медетбек. Үшінші тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Темірхан Медетбек ақын, аудармашы. Темірхан Медетбек 1945 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан маңындағы Амангелді ауылында туған. Наурыз келді және тағы басқа жинақтардың авторы. Төртінші тапсырма ақын ойын өз сөзіңмен түсіндіріп көр. Балалар, ақын өлеңінде көктемнің келіп, көк шығып, малдар көкке жарып, 4 түлік төлдеп, айнала у-шу болып, көктем келіп құлпырып жайнағанына көңілі марғайып, толып тұрғанын жеткізіп тұр. Бесінші тапсырма суреттегі заттар туралы өлеңнің қай жолдарында айтылған? Тауып оқы. Суреттегі заттар туралы өлеңнің екінші бөлігінде айтылған. Ол қошақандарым сыбызғыдай ән салып, құлыншақтарым күміс қоңыраудай жар салып, ботақандарым иер мойынды қобыздай боздап тұр делінген. Алтыншы тапсырма ақын сөздерін пайдаланып сөйлем құрап жаз. Бірінші шумақ бойынша 1 сөйлем, екінші шумақ бойынша 3 сөйлем, үшінші шумақ бойынша 2 сөйлем. Үлгі: әжем саба толы қымызды пісіп жатыр. Інім қошақандармен ойнап жүр. Атам таңертең қойларды өріске жаяды. Әкем мен ағам жаңа туған төлдерге ен салып жатыр. Қошақандар мен құлыншақтар қораны айнала асыр салып ойнақтап жүр. Мен кешке қарай төлдерді қораға кіргіземін. Жетінші тапсырма наурыз келді деген тақырыпта мәтін құрастыр. Жазған сөйлемдеріңді пайдалан. Наурыз келді. Наурыз келіп, табиғат жаңарып, жасыл желек жамылды. Құстар оралып, 4 түлік төлдеп, балалар мәз-мейрам болып ойнап жүр. Ағаштар бүршік атып, жәндіктер де тіріле бастады. Гүлдерден хош иіс аңқып, бұлбұл мен құстар сайрап, дала мамыражай күйге бөленді.
Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет, және де видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.